Логистика және көлік академиясы, логистика және басқару факультеті, Әлмұғанов Нұрдәулет 20-03 тобы. Қазіргі Қазақстан тарих пәні. Тақырыбы 1921-1922 жылдардағы ашаршылық. 1921 мен 1922 жылдардағы осы азамат соғысы аяқталғаннан кейін кеңес үкіметін тағы да бір ауырсынақ күтіп тұрды. Ол 1921 мен 1922 жылдардағы ашаршылық болатын. Ашаршылықтың себебі осы қыс айларында қардың жаумауы және де жаз бен көктем айларында жаңбырдың жаумауынан туындады. 1921 жылдары осы Еділбай аудандарында ашаршылық көптеп елең ала бастады. Сонымен қатар осы 1921 жылдарда ашаршылыққа 20 миллионнан астам адам ұшыраған болатын. 1921 мен 1922 жылдарда ашаршылықтың нәтижесінде көптеген адамдар қайтыс болып, және де көптеген адамдар елден кетуге мәжбүр болды. Ашаршылық 1921 жылы етек ала бастады және де орталық комитет 1921 жылы 17 шілдеде барлық партия мүшелеріне үндеу жолдаған болатын. Ол ашаршылық туралы үндеу болған болатын. Ол осы ашаршылық тек құрғақшылықтың нәтижесінде емес, аграрлық сектордың артта қалуында және де ауыл шаруашылығы білім деңгейінің төмендігінде болатын деп осы айтылған болатын. Сонымен қатар осы ашаршылық кезінде Қазақстанның солтүстік аймақтарынан 410,4 мың адам және де батыс Қазақстаннан 394,7, оңтүстіктен 632,7 осы қазақтар айырылды және де аздау өлім осы орталық Қазақстанда тіркелген 22,5 мың адам немесе 15,6% орын алды. Сонымен қатар осы ашаршылықтың кезінде қазақтардың көпшілік аудандарында етек ала бастады. Орал, Орынбор, Қостанай, Бөкей, Ақтөбе губернияларында себілген астық қатты құрғақшылықтан шықпай алған болатын. Шыққандары жазғы ыстыққа шыдамай осы қурап кеткен болатын. Мал өсірумен айналысатын көшпелі және жартылай көшпелі аудандар жайылымдар мен шамдықтары толықтай күйіп, осы малмен айналысатын қазақтардың да жағдайы мәз болмады. Торғай осы уезінде малдың жаппай қырылуына әкеліп соқтырды. Шұбалаң, Майқара, Сарықопа және де басқа облыстарда зардап шекті. Ашаршылық құрбандардың, аштан өлгендердің саны күннен күнге көбейе берді. Жұқпалы сол жылдары осы ашаршылықпен қатар жұқпалы аурулар тарады. Ол осы адамдардың аш болуынан байланысты осы жұқпалы аурулар тарап, оған сүзек, тырысқақ, оба, меңгене және де басқа аурулар қатар келді. Жұқпалы аурудан ауырған адамдардың саны республикадағы көптеп ала бастады. Онда емдеу мекемелері ондай едәуір көп ауруларға шыдас бермеді. Сонымен қатар осы мысалы Қостанай губерниясынан аштықтар мен аурулардың 75%-ға жуығы көз жұмды. Республикада денсаулық сақтау халық комиссиясының дерегі бойынша Орынбор, Орал, Ақмола және де Ақтөбе губернияларында 1921 жылдары 1 қараша мен 1922 жылдың 1 шілдесі арасында 37,657 адам ашаршылық құрбаны болған. Ашаршылық Қазақстанның басқа да аймақтарында да айналып өткен жоқ. Сол кезде Тарғын Бөкей губерниялардың кеңесі арқылы комитеттің төрағасы қызметін атқарған Чурин өз естелігінде 1921-1922 жылдарда қыстында уез орталығы болған кенттің көшелерінде біз таңғы сағат 5-6-ларда, кейде одан да ерте өлім 5-6-ларда, кейде одан да адам көп жиналатын деп жазды. 1921 жылы 1 желтоқсанда дерек бойынша қараусыз қалған жалаңаш балалардың саны қазақ КСР бойынша 128 мың адам болса,
Осы жылдары бұл көрсеткіш 158 мың, ал 1925 жылы 1 наурызына қарай 408 мың 22 мың адамға жетті. 1922 жылы наурыз сәуір айларында Қазақстанда қыстан ашаршылықтан мүлде асқынып кетті. Осы қазақ ООП-ның төрағасы Мендешеев 1922 жылы 8 шілдеде қазақ ОКСР-ның 3 сессиясында жасалған баяндамасында осы жылдың көктемінде алынған толық емес деректер бойынша қазақтар бойынша аштан қырылғандардың саны 2.832 мың адамға жеткен деп айтқан. Осы ашаршылық салдарында көптеген балалар ата-анасынан айырылды, және де көптеген ата-аналар осы балаларынан айырылған болатын. Көптеген адамдар босып, қазақтардың хал жағдайы тым нашарлаған болатын. Ашаршылық 1921-1922 жылдардағы ашаршылықпен күресу туралы көптеген шаралар жүргізілген болатын. Осыдан кейін әрбір облыстарда адам жіберіп, комиссиялар мен ұйымдастырылуы, осы көмек ретінде халықта кімде қанша мал, қанша астық бар, қанша ақша бар, соның тізімін ала бастады. Осы тізімдерде болыстық атқару комитетінің бекітуінде жатқызылды. Тарғын уезіндегі ашаршылықпен күрес жөнінде төтенше комиссиясы Жәнібек кентінде орналасқан. Кеңес ақпараты осы партияның уездік органдарының барлық қызметтері дерлік ашаршылықпен күресті ұйымдастыру үшін шалғай аудандарға жіберілді. Уезд орталығының ашыққандарға арналған 8 тегін тамақтандыру пункті жұмыс істеді. Сонымен қатар іргесіз қараусыз қалғандар үшін жатақхана ұйымдастырылған болатын. Ашаршылықпен күрес кезінде осы 1922 жылдары қазақ ОКСР-ның партия ұйымдастырылуы мен кеңес органдарының барлық күш-жігері ашаршылықпен күреске бағытталған болатын. Осы ашаршылықта халықты көрсету жөнінде орталық комиссиясы мен жергілікті кеңес органдары жүргізген жұмыстардың нәтижесінде 1922 жылдың ортасына қарай 777.192 адам тегін тамақтандыруға мүмкіндік туды. Елдің орталық аудандарында ауыр жағдайларға қарамастан РКПСР-дің халық комиссарлары қазақ кеңесі ашаршылық құрбандарына дәрі-дәрмек, азық-түлік, астық түрінде айтарлықтай көмек көрсеткен болатын. 1922 жылдың көктемінде тұқым себу жұмыстары қарсаңында осы қазақтардың аудандарымен тегін көмек ретінде 907.501 пұт тұқымдық астық алды. Олардың тұқым тепкен алқабы 957.224 десятинаға жетті. Тас алғанда барлық тұқымдар астықпен 1922 жылдардың өзінде Қазақстанда себіліп болды. Назарларыңызға рахмет.